Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларың жақсы ма? Каспи магазиннан қандай ақша жасауға болады? Сізде тауар жоқ болып тұр. Сол жайлы бүгін сөйлесіп өтеміз. Жалпы достар, сіздер тіркелгеннен кейін Каспиға продавец болып тіркелгеннен соң, жеке кәсіпкер болғаннан соң, сізде бірақ тауар жоқ. Енді не істейсіз ар жағында? Енді екі жол бар сізде. Екі түрлі жол болады сізде. Қазір екеуін де айтып өтемін. Біріншісі, сіз фирмалар тауып аласыз, мебельный цех па, мебель жасайтындар ма, или тағы бір нәрселер ма сондай жасайтын. Солардың мебеліні сатуға, сатып беруге келісесіз. Мен сол мебельдерін Каспиға кіргіземін, маған беретін бағаңды айт, заказ шықса мен саған беремін заказды, сен складқа дейін апарып тастайсың, болды. 2 күннен кейін клиент алғаннан соң ақшасын саған аударып жіберемін деп. Сөйтіп келіскеннен соң сіз оның тауарларын Каспи порталға қоясыз, енгізіп бересіз, суреттерін бәрін қойып, характеристикасын қойып, кейін ары қарай сатып алушы заявка келіп түседі, заявканы қабылдағаннан кейін оларға бересіз. Олар уже складқа беретінде олар болады. Кейін клиент бәрі нормально қабылдағаннан кейін сіздің шотқа ақша келіп түседі. Келіскен бойынша оларға бере бересіз. Келісу де екі түрлі болады бұл жерде. Мысалға, былай келісуге болады. Процентқа келісуге болады. Олар осы сенамен сатасын десе, осы сенамен сатасын, бірақ процентini береді. 2% па, 3% па. Екінші жолы, мен өзім бағаны қоямын, сенің бағаңды мен саған беремін деп келісуге болады достар. Екінші жол сатудың тауарларды, оптовиктарды іздеп табуға болады. Складтармен келісіп, мен сенің тауарыңды жіберіп беремін, сатып беремін, Каспи арқылы ма, оны айтпасаңыз да болады. Сатып беремін, бірақ сен келіп түскен заявканы осындай жерге дейін апарып бересің деп. Олармен де тоже олай келісуге болады. Процентқа немесе жаңағы неге үстінен қойып сатуға. Сіз үстінен қойып сатасыз, үстінен қойған пайда сіздікі. Немесе өз бағасынан сатасыз, процент береді. Бірақ бастапқыда бұндай тауарды сататын уақытты обязательно 5-6 басында продажа сіз сатып алуыңыз керек олардың тауарын. Кейін таныс болып қалғаннан кейін олардың тауарын сатып беруге болады. Сондай мүмкіншіліктер бар достар. Жалпы толықтай мен курс дайындадым. Каспи KZ-тің қалай тауар қосу керек, қалай клиентке жеткізіп беру керек, қандай жолдармен Каспидің ішіне дамытуға болады, личный кабинетте қандай конкуренттерді зерттеп отыру жолдары бәрі жайлы курс дайындадым. Если курс қызық тұрса сізде, курс жайлы білгіңіз келсе, астында WhatsApp нөмірді қойып кетемін достар. Енді күнделікті Каспи жайлы сөйлесіп баратын боламыз, кішігірім сабақтарды осы жерге орналастырып барамын достар. Жақсы сау сәлеметте болыңыздар.